24-ші есеп. Аружанда 800 теңге ақшасы бар. Егер ол осы ақшаға 5 қалам және 2 дәптер алса, оның 40 теңгесі қалады. Ал егер 3 қалам және 2 дәптер алса, 160 теңгесі қалады. Бір дәптердің бағасын табыңыз. Біз мұнда жазайық. 5 қалам және 2 дәптер алса, оның 40 теңгесі қалады дейді. Яғни ол 800 азайтылған 40 теңге жұмсаған. Ал 3 қалам және 2 дәптер алса, оның 160 теңгесі қалады. Яғни 800 азайтылған 160. Енді қарайық. 5 қалам қосылған 2 дәптер ол 760 теңге. Ал 3 қалам және 2 дәптер 800-ден 160 азайтамыз, ол 640 теңге болады. Енді қарайық. Бізде осы қосындының ішінде 2 дәптер және 2 дәптер тең болып тұр. Ал 5 қалам мен 3 қаламның айырмашылығын біз көріп тұрмыз. 760 пен 640. Яғни 5 қаламнан 3 қаламды азайтсақ, ол 760 азайтылған 640-қа тең болады. Себебі артығы да сол болып тұр. Демек, 2 қалам мына жерде 120 теңгеге тең болады. Ал 1 қалам ол 60 теңге болады. Демек, біз қаламның 60 теңге екенін білдік. Бізге енді дәптердің бағасын табу керек. Ендеше біз мынадай теңдеу құрамыз. Кез келген 2 теңдеудің біреуін аламыз. Яғни 5-ті мысалға көбейтсек 60-қа және оған қоссақ 2 дәптерді, біз оның 760 теңге болатындығын білдік. Ендеше осы жерден 2 дәптер тең 760-дан азайтамыз. 5 көбейтілген 60 ол 300 болады. Онда 2 дәптер тең 460-ға. Ал 1 дәптер 460-ты 2-ге бөлеміз, 230 теңге. Демек, 1 дәптер 230 теңге тұрады. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы С нұсқасы.